Осы түнде жақын пустыняда кездесерміз. Енді сол пустыняда қайдан тапсам болады? О, онда осы адам маған жолын көрсететін шығар. Ой, ептігідік мынау шықпайтын кезден шығыпты ғой. Ой, атаның құлағы. Мынау жынды ма өзі? Құдайым-ау! Достым, тірісің бе өзі? Жігіт, көк футболкадегі жігіт, ол барлығын өлтіре бастады. Ол ең алдымен тауықтарды өлтірді, ал сиырды болса ағашпен өлтіре салды. Ол даже менің өзімнің етіме ұрып тастады, достым. Ал мен оны қайдан таба аламын? Ол көп уақытта өзінің шахтасында өмір сүреді. Сенде бір мүмкіндік бар деп ойлаймын соны табуға. Егерде мен ең соңғы рет өзімнің әйелімді сүйсем ғой. Тоқта тұршы, достым, сен осы сияқты жақын пустыняны білесің бе? Жоқ. Мырзам? Ой, ептігідік. О, рахмет, достым. Осылай, мен деген пустыняның жолын таптым. О, жақсы ертегі екен. Ой, ё-моё, күшті история ғой, братан. Балы бір тілі болып. Жынды болыпты ғой, жынды. Сосын мен одан бірдеме алып кеттім ғой. Не алып кеттің? Кішкене адамның терісін алып кеттім. Я. Достым, саған не болып кетті? Мен походу уланып кеттім. Ал осы видеоның соңында сендерге Baybo.kz деген каналды ұсынамын. Себебі осы жерде сендер Let's Play, түрлі челленджер және интролар көре аласыз. Каналы қызыққа толық, тіркеліңдер және осы видеоға лайк басып кеттіңдер. Егер осы видеода 100 лайк жиналса, мен тағы да озвучка жасаймын. Сендермен болған прикольчик. Ал пока-пока, чау.